Ассалаумағалейкум достар, сіздермен AdayesKz. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, және менің сүйкімді де сүйікті подписчиктерім, қалай жағдайлар? Сонымен өздеріңіз видеоның атауынан және превьюнан көргендей, бүгін Adayes пен Shelziдің табысын есептейтін боламыз. Олар YouTube монетизациясынан қанша табады, салыстырып көретін боламыз, және де олар кәдімгі рекламадан қанша табатыны туралы айтатын боламын. Ал ендеше кім көбірек табады екен есептеп көрейік. Ал сен бұл екеуінің қайсысын көресің, қайсысының фанатысың? Астыға жазып кет. AdayesKz-тің арнасында қазіргі күнде 502 мың жазылушы бар. Оның 14 күнде жинайтын қаралым саны 1,5 миллион екен. Демек айына ол 3 миллион жинайды деген сөз. Осы 3 миллионның тек 20% ғана коммерциялық қаралым болып саналады. Осылайша 600 мың қалды. Қазақстанда 1000 коммерциялық қаралым үшін $0,8 береді. Сонымен Adayes айына $480 табады екен. Бірақ YouTube оның тек 68-ін қана Adayes-тің өзіне береді. Шын мәнінде ол сонда айына $326 табады. Оны теңгеге айландырған кезде 140 мың теңге. Сонымен AdayesKz айына YouTube монетизациясынан 140 мың теңге табады. Бірақ ол YouTube'да кәдімгі реклама жасай ма, жасамай ма білмеймін. Егер жасайтын болса, рекламасының құны 100 мың, 200 мың аралығында тұрушы еді. Ендеше Shelziдің табысын есептеуге кеттік. Shelziдің арнасына 535 мың адам жазылған. Ол 14 күн ішінде 1,780,000 мың қаралым жинайды. Демек айына бұл 3,500,000 қаралым деген сөз. Тура жаңегідей 3,500,000-ның 20%-ын тауып аламыз. Бұл дегеніміз 700 мың қаралым екен. Shelzi 700 мың коммерциялық қаралымнан $560 табады. Енді осы $560-дың 68%-ын есептесек $380 шығады. $380-ды 480-ге көбейтеміз, сол кезде ол теңгемен айына 163 мың теңге табады екен. Сонымен Shelzi айына YouTube монетизациясынан 160 мың теңге табады. Ал оның AdayesKz анамно деген сияқты реклама жасаған көргенмін, оның видеосындағы бір реклама 200 мың теңге тұрады. Осылайша Shelziдің подписчигі де көп, табысы да көбірек екен. Видео басында айта кеткендей, сен екеуінің қайсысын қолдайсың, комментарияға жаза кет. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басуды да ұмытпа.